Номер 2 бейне сабақ. Зорлық құрбанымен қалай қарым-қатынас жасау керек? Үйдегі зорлық шабуылшы тәртібінің циклы. Зорлық серіктес озбыр, кемсітуші немесе мәжбүрлеуші мінезбен шабуыл жасайды. Осындай мінез билікті. Бұл жерде кім бастық екенін, ойынының мүмкіншілігін көрсетеді. Кінә. Зорлаушы зорлық жасағаннан кейін өзінің кінәсін сезінеді, бірақ әрекеттердің өзіне емес. Олар ұсталып қалу мен озбыр мінез салаларымен қақтығысып қалуы жайлы көбірек уайымдайды. Кешірім. Жәбірленуші өзінің істегенін рационалдайды. Ол ақталатын нәрселерді ойлап табады, немесе жауапкершіліктен қашып, құрбанның өзін мені озбырлыққа итермеледің деп кінәлайды. Қалыпты тәртіп. Зорлаушы құрбанның онымен қалатындығын және ешқайда қашпайтынын, ешкімге шағынбайтындығын бақылау және оған көз жеткізу үшін барлығын жасайды. Қылмыскер өзін ештеңе болмағандай ұстайды, немесе сүйкімшілігін іске қосады. Осы бал айының бейбіт кезеңі. Осы жолы жәбірленуші шынымен ақ түзелді деген үміт пайда болады. Қиял мен жоспарлау. Зорлаушы зорлықты қайталау туралы қиялдай бастайды. Ол сіздің нені дұрыс істемегеніңізді және сол үшін құрбанды қалай жазалау керек екендігі туралы көп ойланады. Содан кейін олар қиялды шынайы жүзеге асыру үшін жоспар жасайды. Араңдату. Абьюздер құрбаннан себеп іздеп, өзінің зорлығын ақтай алатын жағдай жасай отырып, өз жоспарларын жүзеге асыра бастайды. Үйдегі зорлық туралы аңыздар. Бірінші, үйдегі зорлық қылмыс емес, жай ғана жанжал, отбасылық іс. Екінші, ұратын әйелдер мазохистер. Кейбір әйелдер өздері зорлыққа араңдатады, және оларға сол керек. Төртінші, зорлық себебі алкоголь болып табылады. Бесінші, үйдегі зорлық әлеуметтік деңгейі төмен отбасыларда ғана болады. Алтыншы, тіпті әкесі агрессивті болса да, балаларға әке керек. Жетінші, біз үйленгеннен кейін зорлық тоқтайды. Сегізінші, үйдегі зорлық дағдарыстар мен күйзелістерден пайда болады. Тоғызыншы, зорлыққа тап болған әйелдер үйден үнемі кетіп қала алады. Оныншы, әйелдер мен ерлер арасындағы жанжал үнемі болады. Сүйіктілер ұрсысады, бірақ тек бірін-бірі араңдатады. 11. Некеде сексуалдық зорлық болуы мүмкін емес. 12. Еркектер үйдегі зорлықтың құрбаны бола алмайды. Зорлықтың құрбаны мен қарым-қатынас жасаған кезде жасы мен жынысына қарамастан, қарым-қатынастың негізгі 6 қағидасын сақтау керек. Жанашырлық. Жарақат алған әрбір адамның бірегей әңгімесі бар. Оны тыңдау керек. Қауіпсіздік. Жарақаттан кейін аман қалған адам, олар сенім білдіргенге дейін өзін қауіпсіздікте екенін сезіну керек. Сонда олар тарихымен бөлісе алады. Белсенді тыңдау. Олар маңызды көмек көрсеткенге дейін терапевттер сеніп, жарақат алғандарды ізгілендіріп, олардың дербестігін құрметтеп, белсенді тыңдау керек. Түсіну. Жәбірлеушілердің бастан кешірген тәжірибесін құрметтеп, олар өз өмірінде бір нәрсені өзгерту үшін түсіну амалы жарақат құрбанына қажетті сенімді сенуге мүмкіндік береді. Копинг стратегия. Жазылу үдерісін бастау үшін құрбандар қиындықтарды жеңудің сауатты дағдыларын дамытып меңгеру керек. Құқықтар мен мүмкіндіктерді кеңейту. Бастан кешірген тәжірибе мен өзін-өзі ұстау дағдылары қиын өмірлік жағдайдан шығуға мүмкіндік береді. Егер біз пациенттердің тарихын тыңдамасақ, адам психикасына үлкен зиян келтіреміз. Олардың сенімін жоғалтамыз және қажетті дұрыс көмек көрсете алмаймыз. Ешқашан тікелей, отбасыңызда сіз зорлық көрдіңіз бе деп сұрауға болмайды. Көптеген әйелдер ұялып, қысылып немесе қорқып, ондай ақпаратты аша алмайды. Кейбір әйелдер іс жүзінде серіктесі немесе бұрынғы серіктесі
зорлық жасаса да өздерін отбасындағы зорлық құрбаны деп санамайды. Сондықтан теріс жауап беруі мүмкін. Өзіңіздің ақ пальтоңызды шешіңіз. Бірнеше жоқ қағидасын меңгеріп алыңыз. Ешқашан ондай адаммен қалай тұрасыз? Мен болсам баяғыда-ақ кетіп қалар едім деп айтпаңыз. Сіздің үйдегі зорлықтың құрбанымен не болып жатқанына баға беру құқығыңыз жоқ. Құрбан арнайы осындай ортаға түскен жоқ, және ол зорлаушыны әдейі іздеген жоқ. Осындай сөздер кінә сезімін арттырып, жабығу жағдайын тереңдетеді. Көптеген әйелдер ұзақ бірге өмір сүргеннен кейін тұрақты виктимблейдинг салдарынан шарасыздық сезімі қалыптасады. Мысалы, қыз басқа қаланың бір жігітіне тұрмысқа шығып, сол жаққа кетіп қалады. Жаңа қалада оның не туыстары, достары, таныстары жоқ. Қолында 5 баласы бар. Күйеуі үнемі соғады, ал оның туыстары осы зорлықты қолдайды. Өзінің ата-анасына шағымданып көрсе, ол егер қайтып келсең, бізді ұятқа қалдырасың, балаларың үшін шыда деген сөзбен бітеді. Егер ол өзі айтқысы келмесе, бала кезіндегі құрбандығы туралы сұрап қажеті жоқ. Көбіне өмірлік сыр тартқысында зорлық жоқ. Берекелі отбасындағы адамдар да зорлықтың құрбаны болады. Құрбанды қорламаңыздар. Мысалы, сіздің өзіңіздің мінезіңіз сондай. Сіз зорлаушыны өзіңізге өзіңіз тартып алдыңыз деген сияқты болған оқиғаға жауапкершілік алуға мәжбүрлемеңіз. Емдеу қажет деп айтпаңыз. Егер терапиялық мақсатта қажет болмаса, болған оқиғаны тәптіштеп сұрамаңыз. Зәбір көрген адамды бірден құшақтауға тырыспаңыз. Оның қолынан ұстаңыз, немесе қолыңызды оның иығына қойыңыз. Егер ол адамға ұнамайтын болса, дене байланысынан аулақ болыңыз. Зәбір көрген адам үшін қазір не істеу керек екендігін шешпеңіз. Ол нақты өмірінің бақылауын жоғалтпағанын сезіну керек. Болған оқиға туралы зәбір көрген адамнан тәптіштеп сұрамаңыз. Ешқашанда болған оқиға үшін оны кінәламаңыз. Зәбір көрген адамға ол сіздің қолдауыңызды ала алатындығын түсінуге мүмкіндік беріңіз. Оған сізбен қауіпсіз болуы тиіс. Қыспаңыз, кеңес бермеңіз. Естігеніңізге күмәнданбаңыз. Бірінші кездесу қағидалары. Кінәламай және бағаламай, адам туралы тыңдап, оған қамқорлық көрсету. Үйде не болып жатқаны туралы біреумен сөйлесу үшін айтарлықтай күш керек екендігін мойындау. Егер олар қиын өмірлік жағдайын мойындағысы келмесе, ол айтып беру үшін уақыт беріңіз. Сөзге итермелемеңіз. Нақты жағдайды емес, өзінің сезімі туралы айтқаны маңызды. Жәбірлеуші не десе де, ешкімді қорқытуға, қорлауға, кемсітуге және күштік сексуалдық зорлауға болмайтындығын айтқан маңызды. Өз сезімін білдіргісі келсе, оны қолдаңыз және мадақтаңыз. Өзінің жеке шешімін қабылдауға мүмкіндік беріңіз. Ол менің кінәм емес, зорлаушы кінәлі. Осындай жағдайда не істеуге болатынының барлығы жасалды деп айтуына қол жеткізіңіз. Дене жарақаттарының жаралар, жарақаттар, көгерулер, сызаттар, арқан, сигарет іздері және тағы басқа бар жоғын сұраңыз. Бар болса, онымен бірге ауруханаға баруды немесе куәландырудан өтуді ұсыныңыз. Құрбанның қалауын ескере отырып, шабуыл туралы полицияға хабарлауға көмектесіңіз. Үй зорлығына тап болған адамдарға көмек ұсынатын ұйымдар туралы ақпарат беруге дайын болыңыз. Құрметтеу. Көмекке жүгініп отырған құрбанның сенімін бағалаңыз. Құпиялықты қамтамасыз етіңіз. Құрбанның мәдени ерекшеліктерін ескеріңіз. Мен сіздің өміріңіз бен қиындықтарыңыз туралы айтып бергеніңізді бағалаймын. Сіз не айтсаңыз да барлығы екеуміздің арамызда қалады. Мен сізге құпия сақтауға кепілдік беремін. Клиенттің дұрыстығын және оның өз сезімдерін білдіру қажеттілігін, құрбанның аман қалғанын және жарақатты жеңу үшін күш бар екендігін, оның сезімдерінің табиғилығы мен дұрыстығын, психологиялық қорғаныс көріністерінің позитивті мағынасын растау.